Мен Қарағанды облысы Жезқазған қаласының жоғарғы медициналық колледжінің 1-ші курс 22 елді тобының студенті Амангелді Нұризамын. Мен Мұхтар Әуезов кітапханасының тұрақты оқырманымын. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты барлығы онлайн болып жатыр. Сондықтан да кітапханамен байланысымыз үзілген жоқ. Электронды пошта арқылы да кітап оқып жатырмыз. Біз қауіпті жағдайға қарамастан ойымызды, рухани байлығымызды кеңейтіп жатырмыз. Мен үйде Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» кітабын оқып бітірдім. Бұл кітап не туралы екенін айта келсем, кеңес офицері Қасымбек Назира атты ауыл қызына үйленеді. Соғыс басталып кетеді. Қасымбек мерт болған соң Назира абанға шығады. Ол да қайтыс болады. Баласын құшақтаған жас әйелдің көрген күннің көбі қасірет, алғанның бәрі азап. Соғыс басталғанда эвакуация ұшыраған әйел бала-шағаның қатарында Назира да бар. Нәрестесі қолында еңіреп еліне оралады. Романның ұзын-ырғасы осы. Бұл бір сөзбен айтқанға ғана. Оқи көре келгенде көп тағдыр, талай табиғат қақтығыстар ашылады. Тахауи Ахтановтың бұл романы кең танысты үлкен шығарма. Бұл романның қай топырақ, қай халық, қай оқушының да көңілінен шығары даусыз. Сіздер де карантин уақытында кітап оқыңыздар. Біз біргеміз, біз үйдеміз.